Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, әрі жұп-жұмсақ, нәзік, дәмі ауызда еритін сочниктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: ұн, қопсытқыш, тұз, ас содасы, жұмыртқа, құмшекер, сары май және де бөлме температурасында тұрған қаймақ. Ең алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне 2 ас қасық ас содамызды салып дайындап қоямыз. Содан соң құмшекеріміздің үстіне жылы комнатный температурада тұрған қаймағымызды, оның үстіне 3 шай қасық тұзымызды және де 1 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Осылай барлығын ерігенше толықтай бірдей масы болғанша араластырамыз. Ендігі кезекте жұмсақ сары майымызды алып, осылай миксердің көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде біздің майымыз осылай көпіршіктеніп, 2 есе ұлғаюы тиіс. Барлық керекті ингредиенттердің мөлшерлерін описаниеге жазып қалдыратын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Содан соң оның үстіне жаңағы масамызды салып, тағы да жақсылап миксердің көмегімен араластырып, біркелкі масса жасайтын боламыз. Достар, ендігі кезекте сұйық масамыз бен ұнымызды бір-біріне біріктіріп, жұмсақ қамыр илетін боламыз. Мінекей осылай лопатканың көмегімен ең алдымен біздің қамырымыздың басы біріккенше осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң қамырымыздың басы біріккен соң қолымыздың көмегімен жұмсақ, өте сондай қамыр дайындайтын боламыз. Мінекей біздің қамырымыздың басы біріккен соң осылай қолдың көмегімен жақсылап қамыр илеп аламыз. Осылай қамыр илеп болған соң, осылай өте жұмсақ қамыр шығады бізде, оны шамамен 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ендігі кезекте біздер начинкасын дайындаймыз. Творогтың үстіне, менде үйдің творогы домашний, оның үстіне қаймағымызды, ұнымызды, құмшекерімізді және де 1 жұмыртқамызды салып, яғни жұмыртқа дегенде оның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бізге начинкасына жұмыртқаның ағы, яғни белогы қажет болады. Содан соң жұмыртқаның сарысын алып қоямыз, ол қазір біздің сочниктің бетін әсемдеуге керек болады. Мінекей осылай барлығын жақсылап, шанышқының көмегімен езіп, біркелкі масы болғанша дайындап алатын боламыз. Егер сіздер ұн қосқыларыңыз келмесе, оның орнына крахмал пайдалансаңыздар болады. Ал ендігі кезекте бізде тоңазытқыштан шыққан қамырымызды 2 бөлікке бөліп алып, осылай жақсылап ұнымыздың үстіне жақсылап шамамен 5-6 см болатындай қамырды илетін боламыз. Содан соң оны біздерге керекті ыдыспен жақсылап дөңгелетіп кесіп алатын боламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей осылай жайып алыңыздар. Және де мен осындай шыны ыдыстың көмегі арқылы осылай дөңгелек форма жасап барлығын кесіп алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі форма пайдалана берсеңіздер болады. Мінекей барлық формамен осылай дөңгелетіп алдым. Содан соң осылай шанышқының көмегімен начинкамызды салып, 2 жағын бір-біріне видеода көрсетілгенде біріктіретін боламыз. Үстіне қатты баспауларыңыз сұралады. Ол қазір піскен кезде ашылып, өте сондай дәмді болып шығады. Мінекей көріп тұрсаңыздар, осылай барлығын жақсылап, бірінің үстіне бірін біріктіріп салатын боламыз. Барлығы видеода түсінікті деп ойлаймын. Содан соң шамамен 180-170 градуста 30 минуттай пісіреміз. Одан соң оның үстіне біздің жұмыртқаның сарысымен кішкене ғана сүтті араластырып, сочниктарымыздың бетіне жағатын боламыз. Менде ол кезде түспей қалған екен. Мінекей достар, осындай өте дәмді әрі жұп-жұмсақ сочниктарымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде мені рецептімен жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.